Баршаңызға сәлем. Бүгін өте керемет үй жағдайында осындай рулеттер дайындайтын боламыз. Бізге керегі 5 жұмыртқа. Одан соң үстінен қантымызды саламыз. Енді жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Одан соң үстіне ұнымызды саламыз. Енді ванилин саламыз. Және де 1 қасық разрыхитель салып, жақсылап үшеуін араластырамыз. Қамырдың сұйықтығы осындай болуы қажет. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін көбіректеу қылып алып қаламыз, ал бір бөлігіне какаомызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Какао бізде 1,5 қасық болуы қажет. Оны жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызды алып, астына пергаментімізді төсеп, осылай бірінші какао қосылған сұйықтығымызды жағып шығатын боламыз. Оны жағып болғаннан соң үстіне ақ қамырымызды осылай жағып шығамыз. Барлығын бір келкі қылып жаямыз. Және де духовкамызды бірінші қыздырып аламыз. 180 градуста 5 минут пісіреміз. Міне дайын. Енді оны ыстықтай осылай майлықпен ораймыз. Біздің қамырымыз суығанша кремімізді дайындаймыз. Кремге бізге 1 банка вареная сгущенка және де май қажет. Оны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді піскен қамырымызды алып ашамыз. Кремімізді барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Осылай жақсылап барлығын жағып шығып, шетінен ораймыз. Орап холодильникте 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін рулетімізді алып, кесіп дайындаймыз. Міне осындай керемет рулеттер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз.